құрметті оқырмандар. Ең әдемі киім өз ұлтының киімі деген ұлылар. Қазақ халқының ұлттық киімінің түрі де, сан алуан өзгешелігі де еш халықтан кем емес. Керісінше, өзге ұлттардан өзгеше өзіндік қасиетке толы. Ұлттық киім бұл бай, тарихи, мәдени мұра. Оларды зерттеу мына біздерге салт-дәстүр, әдет-ғұрып санамызды тереңірек, жан-жақты, кең көлемді зерттеп білуге үйретеді. Ертеде қазақ халқымыз сырт киімдерін кең көлемді етіп тіккен. Бұның бірден-бір себебі қазақ халқының табиғаттың төсінде өсіп, еркін ғұмыр кешуіне байланысты. Қазақ халқының көптеген сырт киімдері оның ертеде көшпенді халық болғанын дәлелдейді. Дәстүр мен ғұрыпқа арналған бүгінгі рубрикамызда ауданымыздың құрметті азаматы Ақсақалдар кеңесінің мүшесі Бейбіт Хасенов ағамыздың музей қорына табыстаған мына бір ішігі жайлы таныстырмақпын. Бұл ішік қаракөл жағалы 40 күзеннің терісінен тігілген. Ішік сәнді әрі жылы киім. Мұның сырты берік матадан, іші күзен терісінен тігілген. Ішік ұзын әрі мол етіп пішіліп, жағасы тік келген. Ішіне салынған терісіне қарай, ол күзен ішік деп аталады. Күзен терісі бағалы, кәсіптік маңызы бар аң. Олар зиянкес кемірушілерді жеп пайда келтіреді. Қазақтың әдет-ғұрпында ішіктің алатын орны зор. Тігілген терінің түріне қарай, бұл пұшпақ ішік деп аталады. Пұшпақ деп малдың, аңның тізеден төменгі сирақ терісін айтады. Демек, пұшпақ барлық хайуанда бар деген сөз. Пұшпақ ішік қазақтар арасында кең тараған. Бұл 2 маусымда киюге арналған жылы киім.